Ал біз жалғастырамыз. Астананың жұрты кеше түнде сұмдық жол апатынан шошыды. Жолаушыға лық толы автобус шаһардың қақ ортасында бағанаға соғылып, быт-шыт болыпты. Оқиғаның видеосы да желілерге жарияланды. Адамдар аман ба, кінә кімнен? Оқшайттың орнына барып жедел түсірілім жасаған әріптесім жалғастырсын. Астана қаласында Қабанбай Батыр көшесімен келе жатқан қоғамдық көлік көше бағанасына соғылған. Енді куәгерлердің айтуы бойынша көлікте 25 жолаушы болған. Қолда бар ақпарат бойынша барлық жолаушы жеңіл және де ауыр жарақат алған. Оқиға орнына бірнеше жедел жәрдем көлігімен құтқарушылар келген. Қазір енді жауапты қызметкерлер көлікті тіркеп айып тұрағына алып бара жатыр. Оқиғаның қалай болғаны бейне бақылауға жазылып қалыпты. Жолаушылар салонның алдыңғы жағына қарай жапа тармағай құлаған. Қатты соққыдан жүргізуші кабинада қысылып қалып, құтқарушылар арнайы құралдардың көмегімен шығарып алды. Жан түршігерлік жол апатын көрген куәгерлер алғашында жарылыс болды деп ойлапты. Бір апай тұр, сол кісіден сұрадым, не болып қалды деп. Сол кісі айтты, бір взрыв болған секілді болды дейді. Сосын, оказывается, жағына столбқа соғылған екен. Водитель отыратын жер столбқа соғылған ғой. Адамдар шығып жатты, бірақ та водитель сол арасында қалған ғой. Тәртіп сақшыларының айтуынша жарақат алған жолаушылар мен жүргізуші дереу ауруханаға жеткізілген. Медицина қызметкерлері ауыр жағдайдағы адамдарға шұғыл ота жасапты. Зардап шеккендердің арасында балалар мен жүкті әйелдер жоқ. Ауруханаға шұғыл түрде 15 адам жеткізілді. Оның 12-сін жедел жәрдем көлігі алып келді. Ал 3 тұрғын емдеу мекемесіне өздері жүгінді. Жолаушыларды дәрігерлер тексерістен өткізіп, жағдайы ауыр 7 адамды ауруханаға жатқызды. Қалғандары амбулаториялық ем алуға үйіне жіберілді. Сондай-ақ 4 зардап шеккен адамға шұғыл ота жасалды. Оның ішінде автобус жүргізушісі де бар. Қалған жолаушылардың өміріне қауіп төніп тұрған жоқ. Полиция қызметкерлері жүргізушінің рөлге ие бола алмай қалғанын айтты. Бірақ нақты себебі тергеуден кейін айтылады. Рамазан Палмағанбет, Айтуған Бағыланов, Асау жаңалықтар.